Сәлем достар, бәр мүмкін хабарының кезекті шығарылымы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Мейіргүл Нұрбекқызы, яғни көпшілігіңізге Мари Фазл брендінен, Мари Фазл есімімен танымал. Мейіргүл, хабарымызға қош келдің. Рахмет. Уақыт бөліп келгеніне көп рахмет айтам. Көпшілік адам сіздің есіміңіздің Мейіргүл екенін білмейді екен. Білмейді. Иә. Жалпы өзіңізді танымалмын деп есептейсіз бе? Мен негізі осы салада, осы Мари Фазл болғанына 5 жыл болды. Бірақ та мен сол 5 жылда ешқашан да бір танымалдыққа ондай қатты ұмтылған жоқпын. Просто өзім Мари Фазлмен жұмыс жасадым. Енді қазір әлеуметтік желі Инстаграмның дамыған заманы ғой, бірақ та мен сторизге шығу керек, жаңа блогерлердің заманы, ондай жасаған жоқпын осы 5 жылда. Осы тек бір 2 ай турсында тек блогер қыздармен араласып, солар шық-шеш қазір сондай Инстаграмның заманы, өз-өзіңді көрсет дегесін ғана өз-өзімді көрсетіп жүрмін. Енді былай танитын адамдар таниды, өзімнің тұрақты клиенттарым бар. Ақтау қаласында жаңа дизайнерлерге арналған киім сататын жер бар, сол жерде заттарым тұрады. Мари Фазл деп айтқан кезде біз нені елестетеміз көз алдымызға? Мари Фазл деген кім? Мари Фазл деген ол, жаңа осыны айтып тұрмын, 5 жыл болды мен осы Мари Фазл бренд дейді ғой, қазіргі тілмен айтқанда жасағаныма. 2017-де жаңағы сән саласын фэшн болайын деп жатырды, осы Атырау апталығы бірінші рет, 3 сезоны болды, соның 2-іне қатыстым. Сонда бірінші рет шығайын деп жатырғанда Ирина Нейберт деген тоже Асыл Жүзбаева деген осы дизайнерлер бар. Сол кісілер ұйымдастыруымен, сол кезде маған айтты, өзіңге бренд ойлап табасың ба, или жаңа Мейіргүл Нұрбекқызы, или Фазлова, Мейіргүл Фазлова менің негізгі фамилиям, солай болып шығасың ба деді. Содан анам екеуміз ойланып отырдық сол кезде. Анам айтады маған, Мейра Нұрбек деп шық дейді. Сосын мен айтып қоямын оған, Мейра Нұрбек деген как-то бір қызық естіліп тұр да, ондай емес естіліп тұрған сияқты дейді. Әкенің аты ғой, шықшеш, не болды сонша дейді. Сосын Фазл деген мен атамның қызымын. Сосын Мари деп мені тек қана әкем еркелетеді, Мари көш деп сөйтіп еркелетеді. Сонда мен айттым, Мари Фазл боламын дедім. Сосын айтады, әкем менің атыммен шықшеш деп мамам қоймайды. Жоқ, мен Мари Фазл, мен звондадым да Ирина Нейбертқа. Мен Мари Фазл боламын дедім. Содан сол Мари Фазл болып, ИП дейді ғой, соңында да Мари Фазл етіп ашып, солай Мари Фазл болып кетіп қалдым. Енді сіз арт ыдыстарды жасайсыз, қолөнер шебері, сіз тағы не жасайсыз? Сіздің туындыларыңыз енді өте әдемі. Рахмет. Мен енді басты бағытым негізгі сол Мари Фазл болып 5 жылдан бері айналысқан басты бағытым киімге сурет салу ғой негізінде. Киімге сурет салу, сосын кәдімгі киімдерге әртүрлі сурет саласыз. Кәдімгі киімге қолмен өзім сурет салам. Менің басты бағытым солай басталды басында. Арнайы киімге арналған краскамен сурет салам. Тігіннің оқуын оқыдым, андай спорттық көйлектер бар, спорттық көйлектерге киім салып, тігемде соған сурет салам. Футболкалер, жейделер тігем, соларға сурет салам, сөйтіп жүрдім. Содан осы бір жылдай болып қалды. Сол тек қана сурет салу, киіммен отырғым келген жоқ. Өскім келді, ары қарай дамығым келді. Өзімнің қолымнан не келер екен деп, содан жаңағы осы арт ыдыстар Қазақстанға август айларында, қазір қиын кезең ғой, пандемия. Сол кездерде бір ізденіп, арт ыдыстар сұйықтықпен жасалатын ыдыс. Соны оқуын Ресейден бір орыс қыздан. Сентябрьден, қыркүйек айынан бастап сол іспен айналысып кеткен. Ыдыстар жасаймын, сағаттар жасаймын қолдан. Өзімнің қолымнан келеді екен дейсің. Тек қана бір киімге сурет салу емес. Сол сағат жасаймын, ыдыстар жасаймын, сосын интерьерный картина дейді ғой. Негізі менің жолдасым анандай автопортреттерге де маған негізі заказдар көп түсіп жатады, бірақ мен алмаймын көп. Енді бір мұсылман болғасын, көп ондай тірі адамның бейнесін көп салмаймын. Сондай интерьерный картиналар дейді ғой, ондай абстрактный, геометриялық, сондайлар жасаймын, картиналар жасаймын.
Менің ойымша сіздің танымал болуыңызға бірден бір септігін тигізген деп айтсақ болатын шығар осы арт ыдыстар секілді, иә, сағаттар және картиналар секілді. Солай жоқ, олай айта алмаймын. Мен киіммен де өзімнің сол Мари Фазыл болып қалыптастым. Себебі менің сосын бір басты фишкам бар, сол киім сурет салуда, ана махаббаты деген. Сол көп менің заказым сол бойынша түседі. Мысалы, сіздің 2 балаңыз ба? Маған мысалы жазатын болсаңыз, мен 2 балам бар деп, мен сол мысалы 2 ұлға арнап анасы 3-інің суретін салып беремін. Менің басты фишкам сол ана махаббаты. Сосын қазақ қыздары сондай. Сіз қылқалам шеберсіз, иә? Кез келген түстерді өз арамен үйлестіру, сізге тапсырыс берген адамның көңілінен шығу, одан бөлек сіз өзіңіздің қиялыңыздағы, арманыңыздағы тұрған картинаны бүкпесіз салып бересіз. Солай ба? Ол кімнен дарыған сізге? Қай жасыңыздан бастап сурет саласыз? Алладан берген дарын деп айта аламын. Сосын анамнан дарыған. Ағашылар жағының бәрі сондай қолөнерші адамдар. Домбыра тартады, сурет салады. Анамның өзі де адамның бейнесін салатын адам. Ауылдарда енді Орал қаласының жақтың тумасымын. Сол кезде мектепте оқып жүргенде стендный картинкалар болады ғой, жаңа жылда шыршаларға соны менің анам салып беретін еді. Сол қызығып, сол салам. Сол кезде де мен сурет салғанда анам былай суретті маған былай жобасын салып береді де, мен күштетіп бояймын. Сонда мамам айтатын еді: сен суретті күшті келтіресің, күшті суреттің түсін күшті бересің деп. Мүмкін содан шығар. Бірақ та мен бір оның артынан қуып кеткен жоқпын, суретші боламын деп. Мен негізі жалпы мамандығым. Соны айтайын деп отырмын. Сіздің негізгі мамандығыңыз эколог. Және сіз мемлекеттік қызметте өзіңіздің мамандығыңызға сай 10 жылға жоқ жұмыс жасадыңыз. Неге мемлекеттік қызметтен шенеуіні қой, былайша айтқанда, керемет көп адам кіре алмайтын, түсуді армандайтын сол жұмыстан неге сіз кетіп қалдыңыз? Енді мен сол 2008-де экология мамандығын Орал қаласынан бітіріп келіп, сол жылы кәдімгі сол жұмысқа кірістім. Госслужба дейді ғой, департамент экологияға. Содан 2017-ге дейін сонда сол 9 жыл жұмыс жасадым. Жақсы жұмыс қой, енді офиске барасың, таза жұмыс, барасың, келесің. Бәрі армандайтын жұмыс қой, енді госслужба деген, деп бәрі. Өзің армандадың ба сол жерге жұмысқа тұрып? Мен негізі айтып тұрмын ғой, суретші боламын, ондай боламын деп ойлаған жоқпын. Эколог болып жұмыс істегенде мен андайды армандадым. Таза жерде, офиста, компьютердің алдында барып тек солай арманыма жеттім, болдым, жұмысымды жасадым. Мен негізі бұл осы Мари Фазыл брендіне кетіп қалған басты себебім, балаларым оқитын болды. Ата-енеден бөлек тұрамыз. Соларды сабаққа алып бару, алып келу қиындыққа соқты. Қазір қиын заман ғой енді. Сол себептен шықтым негізі. Бастысы сол жұмыстан өзім арыз жазып шығып кеттім. Бәрі таң қалды, ешкім таба алмай жүр, кіре алмай жүр, сен неге өзің шығып жатсың деп. Көзімді жұмдым да, арызымды жаздым да шығып кеттім. Осы салаға кетіп қалдым. Өкінгенсің? Негізі арыз жазып кетіп қалғанда андай болды. Қалай мен кетіп бара жаттым, бұл жұмыстан? Сізді не байланысты? Неге толқыдыңыз? Кетіп бара жаттыңыз? Қимастық па сол? Мемлекеттік қызметті қимастық болды, қимады үшін. Бірақ отбасың үшін, бала-шағаң үшін, жыладым да. Бірақ енді қазір өкінбеймін. Мүмкін кетіп қалып Мари Фазыл болып сіздің алдыңызға келіп отырғанымда солай сол шығар енді. Сіз нені қимадыңыз мемлекеттік қызметте? Орта дейді ғой, ортамда қыздарды. Бәлкім сіздің ата-анаңыз айтқан шығар, осы салада осы жұмыс жасаса деген сияқты арман болған шығар. Папам аздап ренжіді. Неге кетіп жатсың дегенде. Ешкім кіре алмай жүр ғой. Ол бірақ қазір де мақтанады менімен. Енді атамның атын, әкемнің атын шығаржым ғой. Енді өкінбеймін, просто қимастық болды тазалық. Қазір шақырса барар ма едіңіз сол жұмысқа? Жоқ, қазір барамын. Неге?
еркіндік болып қалды ғой енді. Қазір маған өзімнің жұмысым ұнайды. Жолдасым мастерская жасалып берді. Балаларым қасында. Осылай баратын жеріме барып, заказымды алып, жұмысымды жасап отқан. Енді ол кезде аз ақша ғой, бірақ сол аз ақша тапсам да сол өзіме ұнайтын еді сол жұмыс. Отбасың туралы білсек. Жалпы айттым ғой, Орал қаласының Жәнібек районынан, кәдімгі Ұзынкөл деген ауылынан. Мен ешқашан да ауылдан шыққанымды жасырмаймын. Ауылдың қызымын. Әкем бар, жаңа Нұрбек деген, анам бар, Айнаш деген, ағам бар, Жандос. Сосын өзім жалғыз қызбын, інім бар, Манас деген. Өзім 3 балам бар, Ерік деген жолдасым бар. Негізі осы Мари Фазыл болып дамуыма қаражат, енді оғанда қаражат керек қой, жаңа сән апталықтарына қатысам, анда қатысам, мында қатысам. Бәріне осы жолдасым көмектесті негізінде, шыны керек. Осы пайдаланып, жолдасыма рахмет айтқым келеді. Мен қашанда сол жолдасыма рахмет айтамын. Ешқашанда бір бетімнен соғып, жасама деп айтқан емес. Қолдау білдіріп отырады қашанда. Артпасудың жасауының, мысалы бастық кезде оқығанда ешкім маған заказ берген жоқ қой. Қиын, несі қымбат материалдары. Мысалы соған жолдасым көмектесті. Мен айттым, ақшасын берші, ертең маған кісілер заказ береді, мен айтап берем, ақшаны шығарып берем деп. Ал көрейік ал деп берді ғой. Сенеді ол маған всегда. Қандай мысалы кейінгі сурет салам дедім, оған да мысалы қаражат, оған да көмектесті, ананы істеймін дедім, оған бәріне көмектеседі, всегда береді несін. Сен Мари Фазыл болып қалыптасуыңа, қанша қаражат, айтамыз ғой, кез келген бизнесті бастағанда белгілі бір ақша салдық деп айтамыз, міне Мари Фазыл болып қалыптасуыңа, яғни бояуларың керек болды. Жалпы осы кәсібіңді бастағанда қанша теңгемен бастадың? Ең бірінші бастағанда мен 12 000 бастадым. 12 000 теңге. Қай жылы? 2017-те. 16-ның аяғы декабрьде, жаңа жылдың кезінде бастадым, 2012-де. 5 балалардың футболкасын, 5 үлкен дейді, әйел адамның футболкасын сатып алдым да. Краска ол кезде жоқ, ол кезде Атырауда оның не екенін де білмейді. Қытай дейді ғой, Қытайға заказ беріп, содан краскалерімді алдырып, сурет, жаңа жылға қатысты суреттер салдым. Сосын мамам Қазпочта істейді, сосын жаңа досым бар, Гүлбира деген, сол Қазпочта істейді, соған звондадым. Мен бірдеме бастап жатырмын. Саған қыздарым бар ғой, алып барайыншы. Ол не оңай, қазір барам деп, соған апарып, сол жерде мысалы 12 000 бастадым ғой, аналарды алдым бәрін. Бәрін сатып жүрдім ғой. Бәрі қызығып, мынау не жуғанда кетіп қалмай ма деп, жоқ деп. Сол 30 000 таптым содан. Ең бірінші. 2 есе шығардым. Мәзбін, үйге келдім. Жолдасым айтам, өтіп кетті, еще заказ алып келдім, маған тағы да декабрьдің 26 күні саттым мен. Әлі есімде 2016-та. Енді бір жаңа жылға дейін 3-4 күнінде 4-5 күн уақыт бар ғой. Еще өз онымен қоймай 4-5 футболкаға заказ алып келдім жаңа жылға қатысты балаларына. Үлгерем деп түнімен, күнімен. Мен мына осы Мари Фазыл болып қалыптасуына өзімнің еңбегім. Мен ерінген жоқпын, күндіз түні салам, қандай сән апталықтар болса. Енді 12 000 бастадым ғой, бірақ та мен осы Мари Фазыл болып қалыптасуымна басында бастапқы ақшаларым реклама, блогерлерге реклама беру, актрисалар бар ғой, Сая Оразғалиева, тағы да көптеген актрисаларға 2-3 киім деп беріп жүрем, сөйтіп өзімді көрсете бердім, ақшаны аяған жоқпын, құя бердім соларға, рекламаға ақшаларымды. Сөйтіп өзімді дамыттым деп айтады. Маған бір әкем, көкем, бір енді ондай ешкім көмектескен жоқ, сол жолдасым, анам көмектеседі, анда-санда келіп ол кісі сурет салып береді. Сол кісілердің арқасында осылай болып, Мари Фазыл болып. Жалпы арманның орындалатынына сенесің бе? Жалпы арманды қалай армандау керек деп айтады, мақсат қою керек, оған жету үшін әрекет ету керек дейді, армандау дегенді қалай түсінесің? Негізі арман дегенде мен жас кезінде, школ кезінде оқып жүргенде андай болдым, әнші боламын деген, негізі әнші боламын, актриса боламын деп. Соны папам, жоқ, ондай болмайсың, әнші болу деген ол сілтен жүресің деп соны барғыздырған жоқ. Мектептерде активист болып, староста болып, сондайларға қатысып сөйтіп жүрдім.
содан соң осы эколог болып кеттік қой. Бірақ та андай армандайтын едім, телевизорге шықтым. Сосын осылай міне ана бар ғой, ұят емес деген Әйгерім Сейфолла дегендер бар ғой, соларды көріп отырамын бүйтіп. Өзім осындай жеке сұхбат жүргізген деген. Сосын ойлаймын, қой ондай қайда деп ойлайсың ғой, арманымға бірақ арманым, бірақ енді оған жетемін деп ойлаған жоқпын. Бірақ енді сіз звондап сондай сұхбат дегенде кәдімгі сенер сенбесімді білмей қалдым, шыны керек. Арман андай біреулер карта желания бірдеме жасап жатады, бірақ мен ондайларға сенбеймін. Просто өзім Аллаға сенемін. Өзім былай іште ойлап қоям. Сол көп заттарым негізі жайлап болып жатыр. Үйім, күшті үйіміз болса деген сияқты ғой. Енді бір қазақтың армандары көбіне сондайларға келіп тіреледі ғой. Шүкір бәрі жайлап болып жатыр, Аллаға шүкір. Сіздің жолыңызды бала-шағаңыздың жалғастырғанын қалайсыз? Қызым негізі жақын. Қызым тоже жақсы салады суретке. Мен айтам ғой, әкесіне де айтам, көп адамдарға да айтам. Мен дизайнерлік диплом жоқ болса да, менің қызым дипломированный дизайнер болады деп. Сондайға бұйырса. Енді Мари, сіздің өнімдеріңіз бағасы қанша? Қаншаға бағалайсыз? Енді осыдан 5 жыл бұрын рас, мен жаңа шығып отырғанда, жаңа детский балалардың футболкаларын қолмен салам ғой, 3000 сондай болды да, үлкендердікі 5-6 мың болды. Қазір мен жаңа ана махаббаты фишка, енді басты фишкім болғасын, ана махаббаты футболкамды 15 мың істепсем алады. Онда алатын адамдар бар. Ыдыстар енді материалына байланысты болсын қымбат. Ол даже Ресейде де қымбат, ол қымбат. Қымбат деген қанша ол? 20 мың. Бір ғана ыдыс 20 мың теңгеден басталады. 20-15 мың, 10 мың. Мысалы өзінің көлемдеріне байланысты. Себебі оның материалы қымбат. Мен оны қымбатқа сатып алып, 5-6 мыңға сата алмаймын. Картиналарыңыз, сағаттарыңыз? Олар да бар, бірталай. Бірталай деген ол кең ұғым ғой. 30-40 мың. 30-40 мың. Картинкалар 50-60. Тапсырыс бар? Бар. Мен ол сол жаңа өзімнің сол Мари Фазл болғаннан деп ойлаймын. Брендіма кәдімгідей жұмыс жасадым деп ойлаймын. Әуелде мен осы жерде айта кетейін, Асыл Дүйізбаева деген Асыл коллекшн деген бар, дизайнер болды. Сол әуелде бастап кезде мен госслужбада жұмыс жасап жүрдім ғой, енді декретте отырдым ғой, әлі госслужбаға кіріп тұрдым ғой, бізде ондайлармен айналысуға болмайды ғой. 2016-ларда мен 2017-те шығып кеттім, бір жылдан кейін шықтым ғой, сол жайлап айналысып жүргенде маған сол асыл дизайнер айтады, жақсылығын айт. Мен всегда айтып жүремін, асыл мені қорықпа, шық, сенің өнерің жоқ, Атырауда жоқ, шықшы, қорықпашы деп. Мен жоқ, маған болмайды деп қорқып, инстаграмға да ештеңе салмай отырам. Ол мені Мира деп таниды, Мира дейді всегда. Мира, шықшы, жақсы ештеңе етпейді, шыға қойшы деп. Ертең маған рахмет айтасың деп. Сосын ол айтатын еді. Бірінші брендіңға жұмыс жаса деп айтады бұл. Брендіңға жұмыс жаса, аяма. Брендіңға жұмыс жасай берші, ертең брендің саған жұмыс жасайды. Сол Аллаға шүкір, осы 1-2 жыл болды, брендім маған жұмыс жасап отырғанына. Дұрыс қой, енді бұл да сен атың үшін қызмет еттің, қазір саған атың қызмет етіп. Енді сіз өзіңіздің картиналарыңызды бренд ретінде қалыптастырдыңыз. Енді сіз білесіз ғой, әлемдік брендтер, Луи Виттон, тағысын тағы. Сіздің Мари Фазл бренді 5 жылдан кейін, немесе 10 жылдан кейін қандай деңгейге жетеді? Болашағын қалай көресіз бұл бизнесіңізді? Мен бизнестің болашағын бір жеке өзімнің шоурум ба, магазин ба болады ғой, енді бутик па, сондайы бар. Республиканский деңгейде. Алматыдан, мысалы, маған Қарағанды жерден звондап жатады, шақырып жатады, андай модаларға келіңіз деп. Бірақ та менің жолдасым негізі көп анда-мында барғанымды ұнатпайды. Сол үшін мен көп заттан өзімді шектеймін. Сіз жаңа айттыңыз, мен жаңағы өзімнің атымды шығару үшін өте көп еңбектендім, өте көп жұмыс жасадым деп. Аяқтан шалғандар болды ма, сүрінген кезім болды ма? Неге мен бұл сұрақты қоямын? Өйткені біздің хабарымыздың аты бәрі мүмкін. Болды ма? Тастап кетейін, осы маған керек емес
сол өзімнің болды. службама бара салайын, мемлекеттік қызметші бола салайын, еш қиындығы жоқ қой, мен ештеңеге қиналмай бара саламын, оп оңай жұмыс. Аяқтан шалғандар да болды, көре алмағандар да болды. Да. Сосын ең бір айта кететінім ол жаңағы осы Атырауда попшоп деген бар. Бүкіл Қазақстанның дизайнерлері келетін. Осы 1-2 жылдық курсында олар менен группаға салып, себебі маған көп дизайнерлер жазды. Мен сосын орысша сөйлемейтін адаммын. Мен мүмкін қазақ болғасын ба, мысалы Оралда көп орысша сөйлейді ғой. Мен даже дұрыс қазақша білмейтін қыздардың арасында да қазақша сөйлеп жүрген, орыстардың арасында да қазақша сөйлеймін. Білмеймін, енді бір өзімнің нем шығар. Сол біреу барып, сол дизайнер болып отырған жерге біреу барып, мен Мари Фазылмын, орысша сөйлепті. Мысалы бір сол ұсталып қалғаны ғой енді. Орысша сөйлеп, ана киімдерді былай ашып, что это такое деп айтыпты дейді. Мен Мари Фазылмын, я Мари Фазыл деп айтты дейді. Сіз оны білмейсіз? Мен оны білмеймін, мен ол попшопқа барып та көрген жоқпын. Содан кейін енді олар шошыған ғой. Сен кімсің дегенде мен Мари Фазылмын деп. Мен соны әлі білмей жүрмін, ол кім, неге олай істеді. Содан кейін мен мына осы попшопқа мені блокировкаға салып тастады. Кәдімгі инстаграмнан блокировкада тұрмын мен оларда. Қатыса алмаймын да, енді жақсы, мен ол попшопсыз да шүкірмін ғой, танып жатыр ғой, бірақ енді маған бір обидный жағдай сол. Кім болуы мүмкін сіздің ойыңызша? Білмеймін. Енді мені көре алмайтын біреу, орысша сөйлегенше. Мен орысша сөйлемеймін. Мен никогда барып орысша сөйлеп, еще мен андай никогда андай қылық жасамайтын адам. Тәкаппарлық жоқ па ойыңда? Жоқ. Мен сізбен де сөйлесіп кете аламын, мен бәрімен сөйлесіп кете беремін. Ойнап күліп сөйлесіп кете беремін. Осы кәсіптен тапқан ең қомақты қаражатыңыз қанша? Бір күні осыншама теңгенің заказын тапсырысын орындадым дегендей. Осы жаңа жылда бір заказдан 100 мыңдай тап. Ең қомақты сол ма 100 мың? Енді бір заказдан. Қазақстанда, жалпы Атырауда өмір сүру үшін шамамен сіздің айлық табысыңыз қанша болу керек? Жалпы айтқанда. Шамамен ба? Шамамен. 100-200 мың болар. Отбасына ма әлде жеке адамға ма? Отбасына. Отбасына 200 мың жетеді. Мен жеткіземін. Мен жолдасым жақсы табады ғой, мен бір айттым ғой, мен мысалы өзіме түскен ақшаны мен шауып барып андай-мындай алмаймын. Мысалы маған сағатыма бірдеме керек болып тұр ма, сағатыма бірдемемді аламын, краскымды аламын, өзімнің тапқан табысымды кері сол оборотқа салам. Енді балаларыма мен жолдасым жинашеш деп айтады кейде, бірақ та мен еріп қат, екон сен өзің тауып жатсың ғой. Шүкірсің ғой, сен тауып жатсың ғой. Мен оған басынан айттым, мен тапқаным сол өзімнің затыма, сосын балаларыма андай жақсы киім, не жегілер келеді, соны алып беремін, сондай. Мен никогда жинамаймын ақшаны. Үнемшілсің ба? Шашып жүресің? Шашып тастаймын. Жүзім түсті ма, мен уже ертең дым қалмауы мүмкін. Өте ашықсың. Мира, келгеніңе, эфирге, хабарға келгеніңе көп рахмет айтамын. Бір ғана сұрақ және соңғы сұрақ деп айтсам болады, қорытынды сұрақ. Бәрі мүмкін. Сол сөзді естігенде сіздің ойыңызға не оралады? Мен всегда қашанда айтамын, адам жасағанда адам жасай алады ғой. Мен қолымнан келсе жасаймын любой затты. Мысалы, мен сияқты болғысы келіп жүрген шығар біреулер. Жас қыздар көбіне жазады, сіз сияқты болғым келеді, дизайнер болғым келеді деп. Мен айттым ғой, өзімді бір самозванец болып дизайнермін деп айтпаймын. Мен қолөнер, творческий человек. Солай айтамын өзімді. Бәрі мүмкін. Егер ерінбеу керек та бұл жерде. Ниет, ерінбеу керек, өз ісіңді жақсы бөлу керек. Сосын кейде маған мастер-классқа қыздар келіп жатады. Бар ойлар ақша. Қанша табам? Сіз қаншаға сатасыз, мен қаншаға сатамын деп. Солай. Ол сен никогда бір жаңа бастап олай дамымайсың. Жаңа өз ісіңді сүю керек. Сосын соған еңбек ете беруің керек қой, аямай. Сонда ғана нормально, енді. Сонда ғана өсесің, емесің. Тек қана ақшаны ойлап отырсам, өспейсің. Мен айтатыным сол.
Демек кез келген арманға жетуге болады, кез келген ерінбеу керек. кез келген жетістікке, ойлаған арман мақсатыңа жетуге болады, тек ерінбеу керек. Хабарға келгеніңізге көп рахмет айтамын. Рахмет. Ойлаған арман тілектеріңіз орындалсын. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Мари Фазл брендінің иесі Мейіргүл Нұрбекқызы болды. Егер сіздердің ой пікірлеріңіз болса, комментарийға жазыңыз және де лайк басуды ұмытпаңыз. Эфирде амандықпен жүздесейік.